Сәлеметсіздер ме достар? Мен каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен замя күлкіс гүлін отырғызатын боламыз. Мен өткен осы замя күлкіс отырғызғанда видеом бар. Сол кезде айтқанмын менде 3 горшок замя күлкіс бар деп. Мынау соның бірі. Міне мынау өзі жасы үлкен болса да, мынандай өзі 3 ақтал ма 4 ақтал жапырағы бар, сабақтары. Міне осы замя күлкіс жапырақтарының бәрі осындай қылып қайырылып, мынандай қылып әжімденіп кетті. Мына сабақтары, соны біз қазір отырғызатын боламыз. Бұл негізі суды аз ішкеннен, аз су бергеннен болатын жағдай. Енді қазір біз осы горшоктың түбін ашып қарайық. Егер де жаңағы тамырлары шіріп кетсе, оны алып тастаймыз. Мен әр горшокқа жаңағыдай қылып таяқша салып қоямын, тығып қоямын. Сол таяқшадан ішіндегі суын қанша мөлшерде ылғал бар екенін біліп отырамын. Енді қазір көрейік. Бұл замя күлкіс негізі, бұның жасы үлкен замя күлкіс, басқа замя күлкістарға қарағанда. Бірақ бұл ұзақ уақыт осылай өскін бермей тұрды, 1 жылға дейін. Міне енді осы жылы өскін беріп тұр. Өйткені бұның горшогы дұрыс болмады деп ойлаймын бір жағынан. Енді соны басқа кеңдеу горшокқа отырғызғым келіп тұр. Мынау енді өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай тамырларының барлығы шіріген. Сол шіріген тамырларының барлығын алып тастаймыз. Бірақ тамырлары шірсе де, бұл қайтадан жанданып, жазда біз өткені бұған дәрумен бердік. Сол дәруменнің арқасында міне қайтадан аппақ картошка беріп, жаңағы жанданып өсіп келе жатыр екен. Барлық картошкілерінде де кішкене өскіндер бар. Бұны енді арман қарай бұны өсіп кетеді деп ойлаймыз. Мынандай артық тұрған керек емес жаңағы сабақтарды алып тастаймыз. Міне өздеріңіз көргендеріңіздей кішкентай ғана жанданып өсіп келе жатыр. Енді міне мына жерде жаңағы жапырағы сарғайғанда мен қиып тастағанмын. Сол қайтадан өскін беріп жатыр. Біз артық жаңағы тамырлардың бәрін қиып алып тастадық. Оған қиғанда ештеңе қылмайды. Енді топырағын мен әдеттегідей торф, перлит, кішкене ғана вермикулит, сосын кәдімгі универсальный топырақ. Негізі торф араластыру керек, сосын міндетті түрде гүлдерге древесный уголь салу керек. Ол гүлдердің жақсы тамырларының жақсы өсіп жетілуіне және де шіріп кетпеуіне жақсы көмектеседі. Енді менде ол древесный уголь болмай қалды. Оны қолдан да жасауға болады, древесный угольді. Дүкеннен, гүлдер дүкенінен сатып алуға да болады. Енді қазір мен осы жаңағы алып тастаған кішкене мынандай сабақтардың қалдықтарының барлығын орындарына активированный уголь себемін. Және де қалған активированный угольді мен құмнада сеуіп тастағым келіп отыр. Оның ішінде өзі кішкентай ақ, өйткені мен тамырларын қиғанмын, астыңғы тамырларын. Сол астыңғы тамырлары шіріп кетпеу үшін сол активированный угольді осы құмның астына сеуіп тастадым. Енді біз мынау замя күлкісі отырғызғанда біз анандай тамырының барлығын жайып, сөйтіп құм салуымыз керек. Бұл құмды салғанда құм тамырларының арасынан өтіп, жақсы нық тамырлары отыру үшін кішкене тамырларын көтеріп саламыз. Негізі бұл замя күлкістің біз анау картошкілерін өте қатты тереңге екпеуіміз керек. Негізі картошкілер бетінде тұру керек құмның. Сол кезде ол жақсы өсіп, жақсы картошка өсіретін болады. Енді міне біз гүлімізді ектік. Енді гүліміздің барлығының жан-жаққа шашырап тұрмау үшін мен осындай ұстағышпен барлық сабақтарын бір жерге жинап қойдым. Енді қазір мен бір қоспамен бұны суаратын боламын. Мынау қоспа, бұл
гүлдердің тамырының жақсы жетілуіне, сабақтарының жақсы өсуіне, көп жапырақ беруіне, жапырақтарының қалыңданып өсуіне және де гүлдердің иммунитет көтеруіне өте жақсы көмектеседі. Міне біздің топырағымыз жеңіл болғандықтан құйған суымыз горшоктың түбінен ағып кетіп жатыр. Негізі солай болу керек. Егер де суымыз құмда тұрып қалып жатса, ол кезде ол тамыры шірейді. Міне енді суымыз түбіне дейін ақты. Біз осы гүлді енді терезенің алдына мен қазір шамалы су ағып болғаннан кейін қоятын боламын. Енді міне өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мынау үлкен замиокулькастың әбден су құйғаннан кейін топырақтары отырып, картошкалары бетіне шығып тұр. Сол картошкалардың бетіне сәл-пәл ғана, кішкентай ғана қылып, жаңа дайындаған құмымыздан кішкентай салып, болар болмас қана картошкасын жауып қоямыз. Ол картошкасы су құйғаннан кейін ертең қайттан бұл топырағы отырып, қайттан картошкасы бетіне шығады. Енді мен осындай таяқшалар пайдаланамын. Бұл таяқшадан мен бұл гүлдердің құмдарының қаншалықты кепкенін көріп тұрамын. Негізі біз бір айдан кейін бір рет суаруымыз керек деп айтып жатады. Негізі ол дұрыс емес екен. Жаңағы алдындағы еккен гүлімді мен солай жасайым деп жаңағыдай қылып өте қатты әлсіретіп алдым. Сондықтан да беті кепсе гүлдеріңіздің, таяқшаны көріңіздер, болмаса саусақтарыңызды салып, саусақтарыңыздың ортасына дейін құмы кепсе, ол кезде міндетті түрде суару керек бұл замиокулькасты. Көріп тұрғандарыңыздай, мынау менің замиокулькастарым өте көп өскін беріп тұр. Міне көргендеріңіздей өте жақсы өскін беріп тұр. Бұның себебі, бұның ең біріншіден топырағы дұрыс болу керек, жеңіл болу керек, су тұрмайтындай. Сосын горшогы тар болу керек. Егер де сіздер гүлдеріңізді үлкен горшокқа отырғызып қоятын болсаңыздар, ол горшокты өзінің жаңағы мына картошкасын үлкейтіп горшокты толтыра алмайды да, сосын шірейді, сосын бір тал болып көбеймей өсіп тұра береді. Міне өздеріңіз көргендеріңіздей 3 горшокқа да мен өстіп су құйдым. Судың бәрі түбіне дейін ақты. Міне менің жаңа құйған қоспам мынау биогумус деп аталады. Бұл биогумуста көптеген макро элементтер бар. Өздеріңіз көріп тұрғандарыңыздай, мына жерде дұрыс көрінбей қалыпты. Сосын онда аз мөлшерде азот, фосфор, калий бар. Ол ешқандай айтатын шығарсыздар, күзде гүлдерді бұндай дәрумендермен жаңағы суармайды деп. Негізі суаруға болады. Айына 1 рет аз мөлшерде осындай дәрумендер беріп тұруымызға болады. Егер де менің видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, тіркеліп, комментарийға өз пікірлеріңізді жаза отырыңыздар. Сіздермен болған бақыт.